2024 жылы декретке миллионмен шыққан тиімсіз. Көбісінің айтатын ай сайынғы расходы көп, немесе мүлдем тиімсіз. Негізі 2024 жылы декретке шыққан тиімді. Кімдерге тиімсіз? Ол жұмыс жасамайтын нақты кәсібі жоқ адамдарға тиімсіз. Себебі оларда күнделікті ай сайынғы келіп жатқан оборот жоқ. Ал енді негізгі Қазақстан Республикасындағы табыс тауып жатқан кәсіпкерлерге декретке миллионмен шығу аса қатты қиын. Себебі кәсіпкерлерде оборот бар, және ай сайын бар жоғы 113 мың теңге расходты көрсетіп, декретке миллионмен шығу оларға аса қатты қиын емес. Сондықтан декретке шығу үнемі актуалды болмақ. Парақшаға тіркеліп қойыңыздар, сұрақтар болса жазыңыздар.